1,69 есепті шығарайық. Бұл жерде бізде сызықтық теңдеу. Бұл бізде түзу болады. Сондықтан біз осы түзудің функциясын бірінші жазып аламыз. Сосын x осымен қиылысатын нүктесін табу үшін y-ге 0 береміз. Нәтижеге 0 береміз да x-ті табамыз. X-іміз бізде 1/3-тен 1 болды. Y-ге 0 беріп, x-ті тауып алдық. Енді y осымен қиылысу үшін x-ге 0 береміз да y тауып аламыз. X-ге 0 беретін болсақ, y-іміз бізде -4 болады. Осының графигін сызайық. Так, x 1/3-тен 1, 1/3-тен 1 деген 1/3-тен 1 деген нүкте. 3-тен 1. Y-іміз -4. -1, -2, -3, -4. Міне мына нүктеде қиылысады екен. Осы екі нүкте арқылы қиылысатын бізде түзу. Осы түзуді енді айтады. Түзуімізді сызып алдық. Енді бұл түзу бізде тең деп тұрған жоқ, үлкен деп тұр. Яғни бұл түзуіміз бізде жалпылама сызылмайды, тек үзік сызықтармен сызылады деген сөз. Үзік сызықтармен сызылады. Үзік сызықтармен сызылады. Және y үлкен дейді. Яғни y бойынша қиылысатын, осы түзудің қиылысатын нүктесін табамыз да, осының үлкен жағын алуымыз керек. Үлкен жағы деген мына жоғары жағы, яғни ол түзудің сол жағы болып тұрғандықтан біз түзудің сол жағындағы аймақты кескіндеп алуымыз керек екен. Міне біріншісі осындай болады. Және мыналар үзік. Мына нүктелер кірмейді, бірақ осыдан сол жақ аймақ осы біздің есептің жауабы болып табылады. Қандай фигура болады дейтін болсақ, егер x пен y осымен, y пен x осымен, ол бізде мынандай бір үшбұрыш жасап тұрған фигура. Келесі екіншісі, бұл жерде бізде немесе тең деген бар екен y-тің. Яғни ол демек келесіде біз түзуіміз мынандай үзік емес, түгелмен сызылады деген сөз. Ендеше жазалайық, y тең 5 минус x болса, x, y нүктелеріне 0-де 0 берейік. X-ке 0 беретін болсақ, y-іміз 5-ке тең. Y-ге 0 беретін болсақ, минус x-ті мына жаққа аударсақ, мына жер 0 болса, мысалы 0 тең 5 минус x десек, онда мына x мына жаққа аударсақ, онда x тең 5-ке. Яғни 5-ке тең болады. Енді осының графигін сызатын болсақ, так, мына жер 0 десек, 1, 2, 3, 4, 5 x бойынша 5 деген мына нүктеде, 1, 2, 3, 4, 5 мына нүктеде қиылысады. X бойынша, y бойынша 1, 2, 3, 4, 5. Яғни y бойынша ол мына нүктеде қиылысатын осындай бір, осы екі нүкте арқылы өтетін бізде түзуіміз. Енді қараймыз. Немесе тең, сондықтан біз үзік емес, толық сызамыз. Y кіші дейді. Мына түзуден кіші бөлігі бізге керек. Яғни y пен қиылысатын нүктесін бірінші табамыз. Ол бізде 5. Енді осы 5-тен, осы нүктеден кіші жағы ол төменгі жағы, y-тің төменгі жағы жатады. Демек, онда да бізде сол жағын осылай белгілейді екенбіз. Сол жағын белгілесек те бізде осындай бір үшбұрыш фигура шығып тұр екен. Келесі үшінші және төртіншісін шығарайық. Үшіншісін шығарайық.
Үшіншісі x қосылған y үлкен неттен 2-ден дейді. Бұл да бізде түзу. Сондықтан біздің y-ті өрнектеп аламыз бірінші. Y үлкен неттен 2, x-ті мына жаққа минус қылып аударамыз. 2 минус x болады. Енді барып жазамыз y-тен 2 минус x. Енді осы жерден x, y-ке түсі болғандықтан бізге 2 нүкте жеткілікті, және ол екеуі біреуі x осымен, біреуі y осымен қиылысатын нүктесін тапсақ жеткілікті. Сондықтан y осымен қиылысу нүктесін табу үшін біз x-ке 0 береміз. 0 берсек, y-міз 2 болады. X осымен қиылысатын нүктесін табу үшін біз y-ті 0-ге теңестіруіміз керек. Сөйтіп x табамыз. Мұнда y-ті 0-ге теңестірсек, 0 тең 2 минус x. Минус x мұнда барады. X тең 2-ге болады. Онда оның графигі бізде 1, 2, 1, 2. Міне осы 2 нүктеден өтетін түзу болып табылады. Және немесе тең дегені бар, сондықтан сызылады. Бұл нүктелер кіреді деген сөз. Және y үлкен дейді. Яғни мына 2-ден y бойынша 2-ден үлкен жағы ол бізде мынау бет. Мынау бет болып табылады. Сонда бізде оң жақ бет болып табылады. Келесі төртіншісін шығарайық. Төртіншісі 0,5 y минус x кіші 3-тен дейді. Y-ті өрнектеп алуымыз керек. 0,5 y кіші 3 минус x мұнда аударамыз. Плюс x болады. Енді y-тің өзін өрнектейміз. Кіші мынаны 3 қосылған x-ті 0,5-ке бөлеміз. 0,5 дегеніміз 2-ден 1. Яғни y кіші 2-ден 1-ге бөлген бізге ыңғайлы болады. Сондықтан 3 қосу x бөлінген 2-ден 1 дейміз. Y кіші 3 қосылған x бөлу бізде бөлшекке бөлу көбейтуге айналады, және көбейту мінекей орын алса 2 бөлінген 1 болып. 2 бөлінген 1 дегеніміз ол 2-ге тең. Яғни енді жақшаны ашамыз. Сонда 2-ні 3-ке көбейтсек 6 қосу x-ті 2-ге көбейтсек 2x. Енді жазамыз y тең 6 қосылған 2x. X, y 0, 0. X-ке 0 берсек, y 6. Y-ке 0 берсек, 0 беріп жазақ. Так, 0 тең 6 плюс 2x. Мына жаққа аударып жіберсек минус 6 болады. Сонда 2x тең минус 6. X тең минус 6-ны 2-ге бөлсек минус 3. Минус 3. Графигін сызамыз. Так, x6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына жер 6. Минус 3-тен 0 дейді. Минус 3 ол бізде x бойынша, я? 1, 2, 3. Минус 3, мына нүкте. Яғни осы нүкте арқылы осылай кететін түзу. Және бұл бізде немесе тең емес, яғни қатаң деген сөз ғой. Бұл бізде үзік-үзік болып сызылады. Үзік-үзік, үзік. Енді y бізде кіші, яғни y-тің қиылысу нүктесі бізде 6 болса, одан кіші жағы. Сонда ол төмен жағы.
не